Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге шелпектің рецебін ұсынатын боламын. Қараңыздар, осылай болып шығады. Бұл рецепке мүлде дрожь пайдаланбайсыздар. Толық видеоны соңына дейін қараңыздар, айналдырмай қараңыздар, сонда сіздерге түсінікті болады. Және де менен қандай рецептер күтесіздер, пікірге қалдырыңыздар. Сіздерге көрініп жатыр ғой, бұл дрожь қосылмайды. Көрдіңіздер, видеода. Сол себепті дайындап көруге 100% сіздерге кеңес етемін. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Бізді достар, бауырсақты, жетшекпекті байқасаңыздар, көкөніспен жеген дәмдірек кетеді. Помидор, қиярмен жесеңіздер. Мен қазір қызанақпен, яғни помидормен жеп көремін. Өте керемет болып шыққан достар, шын айтам. Бізге керек заттар: қант, тұз қажет болады, майонез біраз қасық, және 40 грамм сұйық май, 60-70 грамм жылы сүт, 45-50 грамм жылы су қажет болады. Сүтімізді құямыз, сүт міндетті түрде жылы болуы керек, және де жылы суымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Тұз бен қантымызды қосамыз. Және бір ас қасық майонезімізді қосамыз. Майонез жұмсақ болуына әсер етеді. Егер сізде майонез болмаса, желінетін маймен алмастыруға болады. Жарты ас қасық ас содасын қосып, жақсылап тұрып араластырып, електен өткізілген 160-180 грамм ұнымызды қосамыз. Одан артық немесе кем қосуға болмайды. Негізі әр ұнның тығыздығы әр қалай болады. Көрсетілген граммен шамалас етіп қосыңыздар. Негізі қамырымыз сондай бір жұмсақ қамыр еленіп шығады. Біз майонез, сұйық май қосқандықтан өте сондай жұмсақ, жайған кезде де ыңғайлы қамыр еленіп шығады. Қамырдың басы біріккеннен соң ыдыстан алып, қайтара илейтін боламыз. Яғни қамырдың иін қандыру керек. Иі қанған қамыр өте сондай керемет, жұмсақ болып шығады. Сол себепті айтылған процестердің барлығын міндетті түрде жасаңыздар. Ыдыспен бетін жауып, кемінде 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынығуы керек. 10-15 минут өткеннен соң бөліктерге бөлеміз. Менде 9 күлше шықты. Енді менің ыдысым орташа болғандықтан қатты үлкен қылмадым. Егер сіздің ыдыстарыңыз үлкен болса, осы айтылған грамдармен ровно 7 шелпек шығады. Осылай бөліктерге бөліп, қараңыздар, іші осындай болып шығады. Бір-бірінің басын қосып, домалақтап, столдың үстіне дәл осылай жасап шығасыздар. Сонда жайған кезде артық сіздерге кедергі жасамайды. Доп-домалақ пішіндес болып шығады. Кешіп, жұмсақ болып шыққан қамырымыз. Міне барлық күлшелерді осылай жасап аласыздар. Ең бірінші, содан соң барып, қолымызбен осылай созып аламыз да, оқтаумен жаямыз. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз, қамырымыз жабыспайды. Ұн сеуіп жүрмеңіздер, ұн сепсеңіздер құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол себепті ұнды пайдаланудың қажеті жоқ. Осылай жұп-жұқа қылып жайып аласыздар. Ұн пайдаланбаңыздар, тағы да айтамын. Барлығын осылай жайып алыңыздар ең бірінші. Қалыңдығы осындай болып шығу керек. Қатты жұқа қылып жүрмеңіздер. Міне, енді қызып тұрған, міндетті түрде қызып тұрған майға шелпекті саламыз. Ешқандай қозғамаймыз, 1-2 секундтай. Содан соң барып шанышқымен ортасынан, шетінен баса отыра пісіріп аламыз. Басқан сайын сіздің қамырларыңыз көмпейіп көтеріледі. Міндетті түрде қамырды, яғни шелпекті салып болғаннан соң 1-2 секундтан кейін ғана шанышқымен екі шетінен ортасынан басасыздар. Осылай барлық шелпектеріңізді кезек-кезек пісіріп аламыз. Осымен біздің шелпегіміз де дайын болды. Сіздерге көрініп жатыр ғой, Бұл дрожь қосылмайды. Көрдіңіздер, видеода.
Сол себепті дайындап көруге 100% сіздерге кеңес етемін. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Бізді достар, бауырсақты, жетшекпекті байқасаңыздар көкөніспен жеген дәмдірек кетеді. Помидор, қиярмен жесеңіздер. Мен қазір қызанақпен, яғни помидормен жеп көремін. Өте керемет болып шыққан достар, шын айтам. Жасап көріңіздерші, барлық заттар қол жетімді. Және де дрож қоспайсыздар. Керемет болып шыққан енді. Қараңыздар, дрож қосылған сияқты көтеріледі. Кәдімгі бауырсақ, шелпек сияқты көтеріледі. Бұда разницасы дрож қосылмайды. Сол себепті жасап көріңіздер, балдарыңызға жасап беріңіздер. Өте керемет енді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет достар. Сіздермен болған Назерке. Алда менен қандай рецептер күтесіздер? Пікірге қалдырып қойыңыздар. Мен міндетті түрде оқып, сол рецепті шығаруға тырысамын. Менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңыраушаның белгісін все деген батырмасына басып қойсаңыздар, менің әрбір салған видеомды ең бірінші болып сіз қарайтын боласыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.